Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге 1 минутта дайын болатын, үйде табылатын, азық-түлікпен жасалатын салатты сіздерге көрсетпекшімін. Ол үшін бізге теркадан өткізілген сәбізді саламыз. 100 грамм. Содан соң 100 грамм қиярды саламыз. Келесі 100 грамм помидорымызды саламыз. 100 грамм жұмыртқамызды саламыз. 100 грамм гаро саламыз. Үстіне 100 грамм майонез салып араластырамыз. Бұл салат өте оңай, әрі дәмді шығатын салат. Құрамындағы азық-түліктерді мен описаниеге тастап кетемін. Көріп алсаңыздар болады. Салатымыз араластырып болдық. Түсі де, иісі де керемет шықты. Дайын болған салатымызды бөлек ыдысқа салып, дастарханға тартуға болады. Бұл салатта уақытты қатты қажет етпейтін салаттардың түрі. Сіздерге ұсынар едім осындай салатты жасап көрулеріңізге. Егер де біздің канал ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда, менің видеоларымда сіздермен құпия рецептермен бөлісетін боламын. Ас болсын.